Бұл өлке дархан жатқан жазық өлке. Алыстан мен өзіне тартатуы. Сімірсең Аппаз өзенінің мөлдірлігін, мейірің құмарлана қанатуын. Көргендер таңға жайып қалатұғын, ақындар сөзбен сурет салатұғын. Бұл өлке сұрасаңдар туған өлкем, жыл сайын ән жыр іздеп баратұғын. Атақты жер жәннаты Қазақстан Швейцариясы атанған Қарқаралының оңтүстігінде, одан 75 шақырым жерде орналасқан Қайнарбұлақ селолық округі, орталығы Аппаз елді мекені. Бұрынғы Жамбыл атындағы Кеңшар совхозы. Ол мыңдаған мал, жайқалты бегін салған, гүлденіп келе жатқан 4 бөлімшеден тұратын, жаз айларында 75-85 мың қой айдаған, табын сиыр, үйірлі жылқы өсірген облыс көлеміндегі іргелі елді мекен. Ауыл ең алғаш 1917 жылдары құрылған болатын. Бұл кезде орталығы Милыбұлақ болған екен. Кейіннен 1953-1955 жылдары Жамбыл совхозы болып құрылды. Сол жылдары осы совхоз жері кішірек 9 колхоздан іріленіп құралған болатын. Олар Жаңаталап, Бірлік, Көктал, Ұзынжал, Қайнарбұлақ, Теңдік, Екпінді, 9. Сол кезде іріленген совхоздарға көсемдердің және ақын жазушылардың аттары берілген еді. Біздің ауылға қазақтың ұлы жазушысы Жамбыл аты берілді. Әуесқой жергілікті ақын жырлағандай, елім бар оның аты Қайнарбұлақ, маңайы құс ұясы жайылып құрақ дегендей, Қос, Сарқылжа, Байқоңыр, Қоңырат, Керегетас, Айжыртас, Үлкентай, Кішітай, Бүркітті, Аспантау, Аттама, Қарағуыз, Кен сияқты таулардың арасында сылдырлап ағып жатқан Талды, Көктал, Аппаз сияқты өзендері, сылдырлап тасты жарып ағып жатқан Қайнар, іштен сусының ғанып рахат табатын Кәусар бұлақтары, самал желді жұпары есте өлкелері бар, табиғаты көркем елді мекен. Бұрынғы Кеңшар орталығы Аппаз елді мекені, Аппаз деп аталатыны ауыздан ауызға жеткен айтушылардың сөзі бойынша 18 ғасырда үлкен бір байдың баласы көш кезінде, әлде шорақ кезінде осы жерде мертігіп қаза табады. Қаза тапқан баласын ел болып осы жерге жерлесе керек. Ерте заманда байлар күмбезді ешкінің майынан және аттың қылынан, жердің топырағына мықты болу үшін тұз қосып, құйып күмбез қалаған. Сол байлардың бірі осы Аппаз баласының күмбезін осы мықты қыштан тұрғызған. Қазір осы орталықта қазақ бейітінің ішінде, ауылдың іргесінде өзеннің жағасында орналасқан. Сол ағып жатқан өзенді де, осы жердегі ауылды да Аппаз деп атаған екен. Аппаз деп аталатын жіңішке өзен жағасында орналасқан Қайнарбұлақ ауылының орталығында үлкен Аппаз шаруа қожалығы бар. Ол Әлин Разақ Мұқанұлының басқаруымен егін егіліп, мал өсіріліп, халыққа келеулі қызмет көрсетуде. Қайнарбұлақ селолық округінің әкімшілік аппараты. Халыққа қызмет көрсетіп отырған ауыл кітапханасы. $750 балалық жаңадан салынған мектеп. Мәдениет үйі. Дәрігерлік амбулатория. Пошта және сауда орындары қызмет етуде. Бұл мекемелер үнемі жұмыс істеп тұрады. Осы Кеңшардың 4 бөлімшесі бар. Олар Жалпақшілік, Саз, Орталық, Милыбұлақ. Табиғаттың немір тамаша көріністеріне орай жер аттары алуан түрлі атанып сақталып келеді. Атап айтсақ, Бәйгөлшек, Саршоқы, Уәлихан, Қараөлке, Айнабұлақ, Мұсабай, Байжан, Бүркітті, Бәйке, Аттама, Мұқан, Қаңқай, Шайнекбай, Тамырдәрі. Ауылымызда тағы да басқа да 26 шаруа қожалықтары бар. Бұл шаруа қожалықтарында егін егіліп, мал шаруашылықтары айналысады. Ауылымыздың механизаторлары 1997 жылдан бастап осы уақытқа дейін
комбайн айдап, егін орып халықтың көңілінен шығып еңбек етіп жүрген ағаларымыз. Олар Сыздықбаев Сейітқали, Сыздықов Болат, Сыздықов Ерлан, Исин Кәрібай, Сыздықбаев Серікқали. Ауылымыздың топырағынан шығарылған тарихи тұлғаларымыз, ардақтыларымыз да аз емес. Олар халық жазушысы, журналист, ғалым Әлжаппар Әбішев, Әмен Әзиев, Сапарғали Ләмеков, математика ғылымының докторы Дүрмағамбетов, педагог Рамазан Сағымбеков, ғалымдар Тоқсан Жақатаев, Ермағамбетов, әнші, артист Роза Жаманова, күміс көмей жез таңдай әнші Сара Изина, Кенжетай Кескин сияқты жерлестеріміз шыққан. Ендеше осы киелі жерден шыққан жерлесіміз журналист, жазушы ғалым Әмен Махатұлы Әзиев 1927 жылы 6 маусымда Қарағанды облысы Қарқаралы ауданындағы бұрынғы Оян дейтін ауылда дүниеге келген. Оның балалық шағы есейіп ер жетуі атақты Сарықұлжа мен Қарарманды кентауларының маңдарында Жамбыл және Қасым Аманжолов атындағы ауылдарда өткен. Отбасының жағдайына қарай Қарағанды мен Қарқаралы қаласындағы және Ақтоғай селосындағы мектептерде білім алған. 1950 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіргеннен кейін Республикалық Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінде, Ұлттық ғылым академиясының тіл және әдебиет институтында қызмет жасайды. 1952 жылы Қарағандыға ауысып еңбек жолын облыстық советтік Қарағанды, қазіргі Орталық Қазақстан газетінде бастайды. Жалын атқан 25 жасында жұмысқа қолшына кіріседі. Өндірісті өлке туралы өндіріліп мақала, очерктер жазғанында осы тұс. Күнделікті өмір құбылыстарына, әсіресе жастар тәрбиесіне жете көңіл аударған Әмен Әзиев кейінгі жылдарда бірқатар әңгіме, очерктер жазады. Жазушының достық күші, құтқару деген әңгімелері Жұлдыз журналына басылды. Милиция өміріне арналған 6-шы операция, Ошахан, Ар оянасы очерктері облыстық газетте жарияланды. Бұл очерктер 1965 жылы Өтелген өкініш деген атпен жеке кітап болып шықты. Кейін Қармуде Қаптидеде доцент, профессор міндеттерін атқара жүріп, шығармашылық жолындағы басты еңбегі Орталық Қазақстанда түсті металлургияның өндірісінің пайда болу және даму тарихын зерттейді. Ол 15 кітаптың авторы. 40 жыл созылған шығармашылық қызметінде Әмен Махатұлы Әзиев Өтелген өкініш, Шапақ, Оянған ар, Шұғыл тапсырма повестерін, Жезтаулар, Мыс ошағы, Жер жарасы романдарын, әдебиет және тарих ғылымдарымен де жеткілікті айналысты. Көп жылдар студенттерге дәріс оқыды. Әмен Әзиев 25 жыл бойы зерттеген Орталық Қазақстанда түсті металлургияның пайда болуы және даму атты докторлық диссертациясына тарихтың көптеген құпиясын ашады. Соның нәтижесінде ол өзінің ең күрделі де көлемді 2 туындысы Мыс ошағы және Жер жарасы романдарында 30-шы жылдарда өріс алған ауыр индустрияның қазақ даласына тигізген кесапатын асқан шеберлікпен тарихи тұрғыда барынша нанымды бейнелеп шықты. 1997 жылы ол өзінің 70 жылдық мерейтойында туған жері Қарқаралыға сапармен келді. Бұл сапарда жазушыға қаланың құрметті азаматы атағы берілді. Өкінішке орай 2003 жылы 4 сәуірде 76-ға толған шағында Әмен Махатұлы Әзиев дүниеден озды. Осындай дара тұлғаларымыздың біздің ауылымыздан шыққанын мақтан тұтамыз. Ауылымыздың басты көшесінің бірін жерлесіміз жазушы Әмен Махатұлы Әзиев атына беріп, сол көшеге ескерткіш тас қойылды. Туған жер тарихы мәңгілік дейді қазақ даналығында. Әрбір қазақ өз туған өлкесінің, жерінің тарихи тұлғаларын біліп қана қоймай, басқаға да танытуға міндетті. Әр елдің топырағынан жаралған елімде еңіренген ерлер, жырын жырлап, мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған ақындар да, ғалымдар да, тағы басқа адамдар осы туған жерде дүниеге келген. Біздің ауылдың тарихы ерекше. Міне, осындай қаншама тарихымызды келешек ұрпақтарымыздың есінде сақталып, туған ауылының тарихын біле жүрсін деген мақсатпен ұсынып отыр.